Баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңіз сәтті, берекеге толы болсын. Бүгін мен сіздермен ерекше, тәмді, тойымды астың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен осы айда өзіме подписчиктер санын 1000-ға жеткізем деп мақсат қойдым. Сол мақсатыма жетуге көмектессеңіздер, сіздерге риза болар едім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Енді табағымызға сүтімізді құйып, үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Тұзымызды және де суымызды қосып араластырып аламыз. Араластырған массамыздың үстіне електен өткізіп ұн саламыз. Массамызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Табамызды қыздырып, сәл май жағып, блинылар сияқты пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Енді арасына салатын салмамызды дайындауға көшеміз. Ол үшін табамызға майымызды құйып, фаршымызды салып қуырып аламыз. Үстіне бір дана пиязымызды турап саламыз. Пиязымызды фаршымыздың үстіне салып, жақсылап қуырып аламыз екеуін. Енді фаршымыздың үстіне қызыл болгар бұрышын салып, қуырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша тұз және бұрыш салып қуырамыз. Және үстіне 2 қасық томат пастасын салып жақсылап қуырамыз. Енді оттан алып, енді арасына жағатын соусқа кірісеміз.
кастрюлемізге майымызды салып ерітеміз. Еріген майымыздың үстіне 3 ас қасық ұнды салып, екеуін араластырып аламыз. Май осылай қоюланған кезде үстіне сүтімізді құямыз. Тоқтатпай осылай араластырып отырамыз. Кілегей біркелкі қоюланған кезінде оттан өшіріп суытамыз. Кілегей осы түрде қоюланған кезінде өшіре берсеңіздер болады. Енді бір-бірлеп құймағымызды алып, үстіне соусымызды 2 қасықтан салсаңыздар жетеді, көптен салып жетпей қалуы да мүмкін. Арасына начинкасын салып, видеода көрсетілгендей етіп, бір-біріне жайғастырып шығасыз. Бәрін жайғастырып шықтық. Енді осымыздың үстіне сырымызды үккіштен өткізіп саламыз. Үккіштен өткен сырымызды осының бетіне жайғастырып шығамыз. Және алдын ала қызған пеште 190 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің отбасы мүшелеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Рахмет, ас болсын.